Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге балық асудың әдісін көрсетемін. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Өте дәмді, керемет балық асамыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдын ала дайындалып, сақалдырығы алынған, сырты аршылған балықты қазанға салып асу үшін бөлшектеп аламын. Оған дейін қазанға отқа суды құйып қайнатамын. Қазандағы су қайнаған соң балықты тазалап жуып, мұздай сумен қазанға саламын. Су қатты сақырлап қайнауы қажет. Балық ыстық суға салынады. Бір ас қасық тұз салдым. Тұзды міндетті түрде дәмін көріп тұруларыңыз қажет, себебі асылған балықтың тұзы кем болса, дәмсіз болып шығады. Үстіне бір пиязды аршып салдым. Көбігі шыққан соң көбіктерін аламын. Енді балықпен бірге қайнау үшін картопты салдым. Бірге қайнап пісуі қажет. Енді қамырымызды илеймін. Суға тұз салып, қамырды илеп бастырып қоюым қажет алдын ала. Сорпаға дәм беру үшін қамыр саламыз. Қамырдың онша көп болғаны қажет емес. Қамырды қалтыршаға салып қойдым. Бір пиязды турап, үстіне қара бұрыш салып дайындап қоямын. Қанған қамырды жайып кесіп аламын. Балық пісті. Ыстық сорпаны тұздықтың үстіне құямыз. Тұздықты отта қайнатпаймын, себебі ыстық сорпамен пияздың ащылығы басылады.
Піскен балықты тәрелкемізге салып аламыз. Сорпаға қамырды саламыз. Қамырдың арасы бір-біріне жабысып қалмас үшін араластырып тұрамыз. Қамыр пісті. Шолпымен қамырды сорғып тәрелкемізге саламын. Қамырды піскен білу үшін саусағымызбен басып көреміз. Жабыспауы қажет қамыр қолымызға. Осылайша менің жасалу жолымен сіздер де жасасаңыздар болады. Оңай, өте дәмді шықты. Үстіне тұздығын саламыз. Осылайша балық дайын. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар.